Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода құқық негіздері пәнінен 2-ші тоқсанға арналған БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: Қазақстан Республикасы еңбек кодексіне сай жұмыскердің еңбек жағдайларын кестеде ажыратып жазыңыз. Жұмыскердің құқығы: жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауға, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын беруге, еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйі туралы толық және анық ақпарат алуға. Жұмыскердің міндеті: еңбек тәртібін сақтауға. Жұмыскердің аптадағы жұмыс уақыты аптасына 24 сағаттан аспайтын жұмыс уақыты болуға, аптасына 36 сағаттан аспайтын жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленеді. Жұмыскердің тынығу уақыты тамақтануға ұзақтығы жарты сағаттан кем болмайтын бір үзіліс берілуге. Екінші тапсырма: неке қиюдың және тоқтатылудың екі жолын көрсетіңіз. Қандай жағдайда неке қиылады? Ер мен әйелдің өзара келісім арқылы. 18 жасқа толған ер мен әйелдің ахат бөліміне некеге өтініш бергенде. Қандай жағдайда неке тоқтатылады? Ерлі-зайыптының бірінің өлімінде, некені бұзу яғни ажырасу кезінде. Үшінші тапсырма: төмендегі жағдайларды оқып, берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Ерлі-зайыптыларда кәмелетке толмаған 2 баласы бар. Күйеуі ұзақ уақыт жоқ болғандықтан соттың шешімі бойынша оны хабарсыз кеткен деп таныды. Әйелі қалай және қай жерде некені тоқтата алады? Әйелі некені сот шешімі арқылы сотта тоқтата алады. 18 жасқа толған Арман 16 жасқа толған Әселмен некеге тұруға Ахаж бөліміне өтініш жазады. Бірақ Ахаж бөліміндегі қызметкер олардың арызын қабылдамады. Ахаж органы бөліміндегі қызметкер неліктен арыз қабылдамады? Себебі некеге тұру үшін 18 жасқа толу керек. Ал Әсел 18 жасқа толмағандықтан арызды қабылдамады. Төртінші тапсырма: Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі кестесіндегі сұрақтарға жауап беріңіз. Сайлау дегеніміз дауыс беру арқылы мемлекеттік органдарда лауазымдарға адам таңдау. Қазақстандағы сайлау жүйесі. Қазақстанда сайлау жүйесінің 2 түрі бар. Бірінші түрі мажоритарлық сайлау жүйесі. Көпшілік дауысқа ие болған үміткер сайланған болып саналатын сайлау жүйесі. Ол президент, парламент, депутаттарын сайлауда қолданылады. Екінші сайлау түрі пропорционалды сайлау жүйесі. Сайлауда ұсынған партиялық тізімге сәйкес саяси партия парламентте депутаттың мандат сайын иеленетін сайлау жүйесі. Сайлаудың рөлі қандай? Азаматтардың құқығын қорғауда, саяси элитаның құрамын жаңартуда, биліктің заңдылығын нығайтуда. Сайлаудың маңызы қандай? Сайлау билік органдарында үміткерлерді халықтың қалауымен әділ таңдауда маңызды. Осымен БЖБ жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоларға лайк басып кетіңіздер.